Саналы бала өмір тірегі. Әңгіме авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева. Оқыған Базаркүл Қалбыр. Кербез деген дәл осы апайға айтылғандай басын бір имейді. Тіктеніп жүретін жан. Ал бүгін көңілсіз, басы сәл салбыраған. Бұл кісіде мұңаят деп ойламаппын. Біздің салонға қашан келсе де шырттай киініп, жалтыратып, алтындарын тағып, ақшасын оңды-солды шашып, шіреніп отырғаны. Аузын жаппай мақтана да беретін. Мінгені соңғы үлгідегі жаңа шыққан қымбат көлік. Жиі ауыстырады. Бүгін қабағы түсіңкі, көңіл күйі жоқ. Отыр, шашын кестім, боядым. Бояу сіңгенше тырнақтарын жасады. Шашын жуып кептірген соң массажға кірді. Қабағы бір ашылмады. Гүлжан Дәулетқызы, сіз көңілсізсіз ғой, ұнамады ма? Деп сұрадым. Бәрі дұрыс деп ойланып бетіме қарады. Массаждан соң сергіп шығама десем, тіптен қабағыңыз түсіп кетті, дедім алдына ыстық шай қойып. Жиі келетін қалталы клиенттің көңілін табу менің міндетім. Жан сырымды айтып бөлісетін адам жоқ, сенесіз бе? Деп тағы бетіме қарады. Мен ойланып қалдым. Қаласаңыз бөлісіңіз, мен шамам келгенше қолдау көрсетейін, дедім. Сіз маған қатты ұнайсыз, сырттай болса да сізді жақсы танимын. Керемет әйелсіз. Менен көп кіші болсаңыз да маған дәл сіздің ақылыңыз керек, дегенде тіпті сасып қалдым. Сәл ойланып бетіне қарадым да, өз кабинетіме ертіп келдім. Егер де мен өзіңізге ақыл қосар жан деп ойласаңыз, мен сізді тыңдап отырмын, дедім. Гүлжан апай сәл ойланып терезеге қарап тұрды. Мен дастархан әзірледім. Гүлжан Дәулетқызымен мен де сырттай таныспын. Үлкен мекемені басқарады. Құзырында біраз жұмысшылары бар. Тұрмыста емес, бір тал ұлы бар. Ұлы үйленген тойына дайындықта өзім қызмет еткем. Ұл қыз егіз немерелері де бар. Олардың да жақсылығын істегенде біздің салонға келіп дайындық жасаған, қуанышпен бөліскен. Мықты көңілдесі барын жасырмай мақтанышпен айтатын. Талай келіп ақысын төлеп, алып кетіп те жүрген. Қыздар, бойдақ болған рахат, ешкімнің алдында жауап беріп сүміреймейсің, деп те айтқанын талай естігем. Таныс болғанымызға 19 жылдан асыпты. Соңғы 3 жылда әпкей өзгерді. Салонға тіпті жиі келетін болды. Көңілдесі өзгеріп, жастау біреу үлесіп жүр. Ол шығынды төлемейді, керісінше ақша сұрап отырады. Біздің салада, шаштаразда көбінше ажырасқан бойдақ келіншектер ашық әңгімені жақсы көреді, ал келуші ашылғысы келсе тіпті қолдап береді. Әсіресе Гүлжан апай сияқты ақшалы болса тіпті іш бауырына кіріп, мақтанғанына аузары ашылып, ақырып отырады. Мен ондай қылықтарын ұната бермеймін, әрдайым тежеп отырамын. Еліктемеулерін өтінемін. Соны Гүлжан апай байқап та жүрген. Ол кісінің көпіріп не болса соны айтып отырғанда әңгімесіне араласпай тыңдамай да қоятынмын. Сосын менің алдымда олай ашылай қоймайтын. Аман сәлемі дұрыс үзбей келіп тұрды. Дәл қазір сөйлесем дегеніне мен әрине таң қалдым. Гүлжан апай дастарханға жақындап отырды. Ыстық шайдан аздап ұрттады. Маған таң қалып отырсыз ба? Мені тыңдаңызшы, сосын таразыға саларсыз, деді көзін төмен салып. Құлағым сізде, дедім қысқа ғана. Мен 3 жылдың ішіндегі жалғыз қыз болдым. Ерке өстім. Барды белшесінен басып, шалқып жүрдім. Әке-шешем тәйт демеді. Оқыдым, студент болдым. Ешкім кимеген киім киіп, ешкім жемеген аш жедім. 3 бауырым аяғымды жерге тигізбей, маңдайымды күнге күйгізбей жүрді. Өзім ұнатқан жігітке тұрмысқа шықтым. Той жасалды. Бақытты өмір кештім. Бірақ ата-енемен тұрғым келмеді. 2 ұл болған соң үйді інісіне қалдырып, ата-енемнен тез бөлек шығып кеттік. Әрине, ағаларым көмектесіп, жақсы жерге жұмысқа тұрдым. Күйеуім де өз қызметінде болды. Өте сымбатты еркек болған. Қатты қызғандым, ізін аңдыдым. Ұлымды босанып үйде отырып қалып едім, тіпті ішқұса боп жарылардай болдым. Енемді тыңдамадым, ақылына көнбедім. Күйеуімді қызғанғаным соншалық жұмысына іздеп баратын болдым. Ақыры күнде ұрыс, күнде жанжал. Қосылғанымызға 3 жыл толмай екеуміз бір-бірімізге ерегесетінді шығардық. Ол мені, мен оны жақтырмайтын болдық.
Сондай бір жанжалда күйеуім шапалақпен тартып жіберді. Ернім тісіме қысылып қанды ағып кетті. Дәл сол аралықта анамның келіп қалмасы бар ма? Ойбайлап, байбайлап бауырларыма әкеме қоңырау шалды. Мен басында ақмақтықпен олар байымды орнына қояды деп өзімше болғанды да, болмағанды да қосып шағымдандым. Бауырларым ұрған олай емес, былай деп үшеуі үш жақтап күйеуімді сабап тастады да мені алып кетті. Мен күтпеген жағдай. Не істерін білмедім. Әке шешемнің үйіне келдім. Мені алып келгеніне әкем қатты ренжіді. Анама батырып қатты сөз айтты. Әкем ренжіп, менімен де ұлдарымен де сөйлеспей қойды. Екілген ағам өз отбастарын құрып бөлек үйлі жайлы қызметте еді. Кіші ағам жаңа үйленген, келіншегі аяғы ауыр болатын. Үйде сүмірейіп жүрмін. Іш күйгеннің әкесі сонда болды. Не күйеуіме сөйлей алмаймын, не іздеп бара алмаймын, бет жоқ. Жарты ай өтті. Ақырындап өзім сәлем жолдап хабар күте бастадым. Тып-тыныш. Бір ай өтті, хабар жоқ. Алыс жақын туыстардан естіп жүрмін, жұмысына шығыпты. Не істеймін? Өз ақымақтығымнан енді күйеуімнен шынымен айырылатынымды білдім. Үйде ойбайлап, байбайлап, үйіме апарыңдар деп дау шығардым. Кіші бауырым үйіме әкелді. Тамағымды жасап, күйеуімді тосып отырмын. Ол да жұмыстан келді. Есіктен кіріп келіп тұрып қалды. Мен кешірім сұрап мойнына асылып едім, бетіме тура қарады да: «Сен кет, болмаса мен кетем», деді. Мен кешірім сұрап тұрмын ғой, дедім шамданып. Мынау кешірілмейді деп ерін көтеріп, тістері жоқ жерді көрсетті. Жейдесін көтеріп, қабырғасын көрсетіп, енді ғана орнына келді. Бақандай екеуі сынды. Өкпемді тесе жаздады, деді ашулы дауыспен. Кешір, мен бауырларыма ұр демедім. Олар өздері, сен білесің ғой, олар мен үшін бәріне дайын, дедім шырылдап. Сен ештеңеге түсінбейді екенсің, деп шығып кетті. Таң атқанша шылап күттім. Жоқ, келмеді. Ертеңіне де келмеді. Анам келіпті. Ол кісіге де ауыр сөздер айтып үйімнен қудым. Бауырларым жоламасын дедім. Бір ай күттім. Күйеуім келмеді. Сотқа шақырып жатыр деген поштамен хат келіпті. Есімнен танып түстім. Сот болды. Алдымен 3 айға татуласуға мерзім берді. Бірақ күйеуім маған жоламады. Жылап еңіреп енеме бардым. Ол кісі: ештеңе жасай алмаймын, балам өз шешеді деп тырсып отырып алды. Өз бауырларыма бардым. Барып кешірім сұраңдар, болмаса мен өлем деп қорқыттым. Олар барды, кешірім сұрады. Күйеуім қайтпады. Ұлымды көтеріп алдына неше бардым. Сен ұлымды ортаға ойыншық жасама. Ол бала ертеме кешпе әкесін табады. Мен бүкіл көмегімді жасаймын, болмаса ал десең өзіме алам, деді. Менің бұл сөздерден соң қырсығым ұстады. Сөзі сүйегімнен өтті. Басымды енді имеймін, кешірім сұрамаймын деп өзіме ант бердім. Ажырасуға келісім беріп, ұлымды құшақтап, жалғыз қалдым. Көрсетем саған әкесін іздеген ұлды. Ұлыма жолаушы болма, дедім. Сол күннен қызғанышым кекке айналды. Ұлыма жолатпай қинаймын, дедім. Ол ойымда іске аспады. 2 жыл өтпей күйеуім жап-жас қыз алып, 3-ші жылы өзі тағы ұлды болды. Ұлыма папаң жоқ, папаң өліп қалды деп өсірдім. Әкем, бауырларым қолдап, еш қиналмай өмір сүрдім. Қызметке тұрдым, ұлымды анам қарады. Ақшалы жерде мол табыс таптым, киіндім, іштім, жедім, қыдырдым. Балама еш тарлықты көрсетпедім. Аузынан шыққанды қолына ұстатып отырдым. Сұлулығы мен жастығымды пайдаланып, небір мықтыларды кезек-кезегімен аяғыма жықтым. Кәсіп аштым. Өзімді көп әйелдердің қасында бақыттымын деп есептедім. Анамның үйінен келіннің балаларымен ұлым сыйыспай бөлек кеттім. Өзімді ақылды мықты жанмын деп есептедім. Құрбыларым: сен мықтысың, ұлыңды өзің-ақ асырап жатырсың десе, төбем көкке жететін. Жан адам балама қарап сөйлемеді. Уақыт сымырап өте берді. Күйеуімді тіпті ұмыттым. Не істеп жүр, неше балалы болды, қызықпадым. Талай әйелдерге: күйеуің ішсе, болмаса жалқау болса, жүргіш болса, ажырас, таста, қу ондай байды деп ақыл айттым. Не сол бір егайстердің айтқанмен өмір сүріп байлануымыз керек. Басынан үз тамырын жолатпа, деп те жүрдім. Әйел баласын өзі-ақ асырайды. Жас кезіңде жіберіп алма. Ертең қартайғанда ешкімге керек болмай қаласың деген кездерімде болды.
Өзімді көп әйелдердің алдында жоғары ұстадым. Соным дұрыс деп есептедім. Мен армандаған 17 жыл өмір өтті. Баршылық шалқып жүрмін. Мықты көңілдесім де бар. Жұмысым дүркіреп тұр. Көп адам маған тәуелді. Туыстарымның алдында ойпырмай бәрі сыйлайтындай көрінді. Құрметтеп төріне отырғызып жүрді. Ұлы мектепті жақсы бітіріп институтқа түсті. Балам әкесіне ұқсаған сымбатты жігіт болып өсті. Жарқыратып, киіндіріп, астына көлік те әпердім. Ұлымның бет әлпеті ғана емес, мінезде әкесіне келетін. Көп сөйлемейді, қырсығып қалса қайтуы қиын. Адамға жақындығы жоқ, тек сабағына көңіл бөліп, үйден көп шықпайтын. Тыныш бала болғаны маған жақсы. Әйтеуір қырсықпаса болды деп көңілін аулайтынмын. 18 жыл өте шықты. Балам кәмелетке толды. Әкесі туралы кішірек кезінде сұрағаны болмаса, еш уақытта есейгенде сұраған емес. Мен бақыттымын, балам тек маған ғана тиесілі, өзімдікі, менікі деп қасында қолтықтасып қыдырып жүргенімде, аяғым жерге тимейтін. 3 бөлмелі жаңа кең пәтер бар, іші жиһазға толы. Жылына 2 рет шетелдетіп жүрміз. Ұлым оқуға түскелі бері қыста менімен қыдырмайтын болды. Сабағынан қалғысы келмеді. Балам, ақшамен шешіп берем, жүрші, демалып келейік деп едім. Я, миымды алып тастап, ақшаны ығыздап қойсаңшы, білімді кім ақшаға сатып алады деп ұялтты. Содан ұлды қалдырып, өзім емін-еркін демалып келдім. Бауырларының өз отбасылары ұлғайып, балаларының алды үйленіп, өздері құда жекжатты болып жатты. Әке шешемде қартайып, үйдегі кіші ағамның қас-қабағына қарайтын болды. Уақыт өте бір-бірімізден алыстап бара жаттық. Тек қуаныш жиында кездесетін болдық. Бірінің денсаулығы сыр берсе, бірі жұмыссыз қалған бауырларым енді менімен санасатынды шығарды. Бұрындары қыңқ демей қолдау көрсетіп жүретін, енді менен қолдау сұрайтын болды. Кіші бауырым 7 балалы болып, әрқайсысына берер көмек жетпей, әке шешемнің зейнет ақысын жұмсады. Балалары үйленсе, жеңгелерім маған салық салатынды шығарды. Қолымда бар болып тұрған соң, мен еш қысылмай сұрағандарын беріп отырдым. Ұлымның өзгергенін байқап жүрмін. Менімен сөйлеспейтін болды. Ақырын аңдып қарасам, жүріп жүрген қызы бар екен. Уақытты көп создырмай үйлендірдім. Өзімше керемет ене болам деп ойлағанмын. Баламды қанша қызғансам да білдіртпей, күннен күнге жалғызсырай бердім. Немерем туылған соң бәрі орнына келеді деген үмітпен жүрдім. Қос егіз дүниеге келді. Қуанғаннан жарылардай болып есім шықты. 2 балаға қамқор болып, келінімнің жанынан шықпаймын. Ара-тұра бүйт-сүйт дейтінді шығардым. Немерелермен өзім көп уақытымды өткізетін болдым. Келінге үй шаруасын жүктеп қойып, 2 немеремді қуыршақтай киіндіріп қыдыратынмын. Танымайтын жұрттар, мамасына ұқсайды екен, қандай бақытсыз десе тіпті есірдім. Міне, немерелерінде өсіп қалды. Келінім 2-ші мәрте құрсақ көтерді. Бір күні ұлым мені бөлек шақырып алып, «Мама, біз бөлек шыққымыз келеді, сізге келіп тұрамыз. Мен мықты отбасы болғым келеді, балаларым толық отбасында өссін деймін» деді. Мен не, сендерге кедергі болып жүрмін бе деппін шошып. «Мама, сіз түсінбейсіз, сіз толық отбасы дегенді білмейсіз» деді ұлым бетіме тура қарап. «Сен не деп тұрсың? Мен қандай отбасында тәрбиелеппін» дедім ашумен. «Сіз босқа ашуланбаңыз. Я, сіз толық отбасында өсіп жетілдіңіз. Ал менше, сіз мені қалай өсірдіңіз?» деді қабағын түйіп. «Балам, сені ешкімнен кем қылмай өсірдім» дедім күйініп. «Я, кем қылмадыңыз, бірақ мен әкесіз өстім. Ал маған әке керек еді. Сіз менің жан дүниемді түсіндіңіз бе? Жоқ, одан бейхам болдыңыз. Дүние, ақша, байлық маған әкені ауыстырады деп ойладыңыз. Ал олар маған әке бола алмады. Жабырқағанда жылы сөз айтып басымды сипамады» деді ойлы көзбен бетіме тура қарап. «Балам-ау, неге маған айтпадың күйзелісіңді? Біз бақытты болдық қой» деппін. «Айтсам әкемді ертіп келер ме едіңіз? Ертіп келмесем де жолықтырар едім». «Қайдан, мама? Сіз 3 бауырыңыз 3 жақтап 1 километр жолатпай жүрген папамды қалай жолықтырар едіңіз?» дегенде көзім шатынап ашуға толды. «Оны саған кім айтты?» «Мен өзім неше мәрте көрдім ғой. Балабақшада жүргенде әкем келген, кім екенін білмедім. Кіші аға жағасынан алып ұрған.
Кейін мектептен күтіп алғанда ортаншы аға да солай жасады. Аулаға келіп балалардың арасында ойнап жүргенде жолықпақшы болғанда үлкен аға ұрған, деді ашуға булығып. Мен білмедім деп едім. Мама, өтірік айтпаңызшы. Сіз ғой әрдайым бауырларыңызға баламды әкесіне жолатпаңдар, мүлдем танымайтын болсын деп айтып отырғаныңызды мына құлағымен өзім естігем, деп орнынан ұшып тұрды. Ақталар сөз таппай отырып қалдым. Мама, мен байқап жүрмін. Сіз келініңізге де тиісіп сөйлейтін болыпсыз. Балаларды өзіңіз ғана еленгіңіз келеді. Құда жекжатты менсінбейсіз, бір дастарханда отырмайсыз, өзіңізді жоғары ұстайсыз, деді бетіме тесіле қарап. Ол рас еді. Құдам өте қарапайым. Құдағиымды қасыма ерткенге ұялатынмын. Жерге қарадым. Мама, маған сенің дүниең, ақшаң, байлығың керек емес. Маған отбасым керек, деді қатал дауыспен. Бар, кет, көрейін. Неге жетеді екенсің? Әкеңнен аумаған қырсықсың, оңбаған. Семіздікті қой ғана көтер алады деген. Тегі рас екен. Сен деп мен не істемедім? Сен елден кем қылмасын деп мен неге ғана бармадым? Дей беріп едім. Жетер, мен сізден оны сұрамадым. Не істесеңіз де өзіңіз үшін істедіңіз. Ертең таңертең көшіп кетеміз, деп шығып кетті. Ашудан жарылардай болып, кімнен өшімді аларымды білмей келінге жетіп бардым. Сен қаншық жарымаған не бүлдіріп жүрсің, а? Дедім қолынан тартып. Келінім бір қолмен ішін ұстап тұрып. Мама, маған артық сөйлемеңіз, мен ұлыңызға тоқта, қой дегеннен басқа ештеңе айтпадым, деді. Айтпадым дейді ғой, ызылдап, айтып алып, дедім көкбеттеніп. Аллам куә, айтпадым, деді көзінен жасы ағып. Барыңдар, жоғалыңдар, көрем, әлақ сүмірейіп келесіңдер. Сол кезде мен көрсететінді көрсетем сен қаншыққа. Сол кезде сөйлегенді көресің, дедім ожырайып. Мама, сіз өз ұлыңызды білмейді екенсіз, деді келінім орындыққа отырып, екі қолмен ішін ұстап. Есесіне сені білем, актриса, дедім де бөлмеме кіріп кеттім. 10-15 минуттан соң есіктің қоңырауы басылды. Мен жатырмын, қайта басылды, тоқтамай басып тұр. Ей, келін, неге есікті ашпайсың, деп бөлмемнен шығып ас бөлмеге қарасам, келінім серейіп талып жатыр. Шошып кеттім. Не есікті ашарымды білмеймін, не келінге барарымды білмей тұрып қалдым. Есікті ұра бастады, тез барып аштым. Неге ашпайсыз, сіз бе шақырған, деп медиктер кіріп келді. Ас бөлмені көрсеттім. Есім екеу, түсім төртеу болып, түк түсінбей сілейіп тұрып қалдым. Дәрігерлер бірдеңе сұрады, түсінбедім. Носилкаға салып алып шығып кетті. Арттарынан шығып мөлиіп қарап тұр едім, екі баласын жетектеп ұлым лифтіден шықты. Ол да әйелін көріп шошып кетті. Не болды, деді маған қатты ашулы дауыспен. Менде тіл жоқ, екі баласын қайта жетектеп лифтіге мініп кетіп қалды. Мен бұл келіншектің күйеуімін, деген дауысын естідім. Балам, немерелеріңді қалдырсаңшы, деп ақырын айтып қалдым. Не арттарынан шықпадым, не қоңырау шалмадым. Есімнен ауып ас бөлмеде отырдым. Бір уақытта су ішейін деп кранға қарай жүргенде аяғым бірдеңеге тайғанақтады. Қарасам, қан. Еденде телефон жатыр. Өзі жедел жәрдем шақырған, келінмен не болған сонда ғана барып түсіндім. Дереу киініп далаға жүгірдім. Балама қоңырау шалсам алмайды. Қайда барарымды білмей көлігімде отырып қалдым. Сәл есімді жиып, не де болса жақын жердегі емханаға апарар деп сол жерге бардым. Жоқ. Тағы бірнеше емханаларға бардым. Жоқ. Орталықтағы үлкен емханаға келгенде таптым. Жансақтау бөлімінде екен. Жүгіріп дәлізбен келе жатырмын. 3 ер адам тұр екен. Жандарында жақындағанда өз көзіме өзім сенбедім. Ұлымның әкесі иығынан құшақтап тұр. Сен бұл жерде не істеп жүрсің, деп айтқанымды өзім ұқпай қалдым. Олар жалт қарады. 3-ші еркек құдам екен. Сондай жаман көзқараспен алара қарап теріс айналды. Өзің неге келдің? Сен, деді ұлым маған қарай ұмтылып, күйеуім белінен құшақтап жібермей тұр. Ей, сен не, мені ұрмақшысың ба? Дедім өзім қасына жетіп барып. Гүлжан, тыныштал. Олар екеуі де хал үстінде, деді күйеуім ұлымның алдына шығып. Басым дың ете қалды. Қалай хал үстінде, дедім. Балам жарға сүйеніп жүресінен отыра қалып басын ұстады. Балам, мен ештеңе жасағам жоқ, деп қасына жетіп барып едім, қолын сілтеп итерді. Гүлжан, сен кішкене ақылға келші, қазір ақталатын уақыт емес, ота жасалып жатыр, деп күйеуім қолынан тартты. Сен кімсің маған ақыл айтатына, сен өзің кімсің,
дедім тістеніп жыным қайнап. Қайдан жүр бұл сүмелек деген ой санамды жеп барады. Мама, жоғал, деп ұлым айқайлағанда жүрегім жарылардай болды. Сылқ етіп орындыққа отыра қалдым. Ұлым тістеніп, түрі сұрланып қасыма жетіп келді де, осыдан әйеліме, балаға бірдеңе болатын болса, мен сені еш уақытта кешірмеймін. Мен сені әкемнен айырғаның үшін кешіргем. Егер баламнан болмаса әйелімнен айырылсам, сен мен үшін өлген адам боласың, деді. Әкесі қолтығынан тартып алып кетті. Түсінесің бе? Дәл сол уақытта мен не Құдайға сиынарымды білмей, не өкпелерімді білмей отырып қалдым. 2 сағат отырдық. Дәрігер көңілсіз, шаршаңқы шықты. Қолымыздан келгеннің бәрін жасадық, бірақ нәрестені құтқара алмадық. Әйеліңіз әлі әлсіз, көп қан кеткен, деді. Ұлым тұрған орнынан тырп етпей қатып қалды. Дәрігер бізден не көмек, айтыңыз, аянып қалмаймыз, деді ұлымның әкесі батыл дауыспен. Біз не істей аламыз, деді құда көз жасын сүртіп. Сіздер тек сиыныңыздар, біз қолдан келгенде келмегенде жасадық, енді күтесіздер, деді ұлымның иығынан ұстап. Бекем болыңыз, сіз әйеліңізге мықты қамқоршы болуыңыз керек. Дәл осылай болсаңыз оған ауыр, онсыз да әйел адам жоғалтқан нәрестесі үшін өзін кінәлайды, деді де қайта ішке кіріп кетті. Балам, бұл да бір сынақ, ең бастысы балаларының анасы аман. Енді ол тезірек өзіне келсін, сен қолдау бер, деп әкесі құшақтады. Құдам жылап отыра қалды. Мен ағаш болып тұрмын. Не балама бара алмаймын, не сөйлей алмаймын. Не болғанды өзім ұқпаймын. Үйге кетші, көзіме көрінбеші, өтінем, деді ұлым тістене ысылдап. Орнымнан тұрып кеттім. Сол күннен бері жалғызбын. Балам үйге келмеді. Немерелерімді әкелмеді. Естуімше әкесінің үйінде тұрады екен. Міне бір ай уақыт өтті. Менімен хабарласпайды. Тек келінім кеше қоңырау шалып, мама, мен сізді кінәламаймын. Өзімнің аман қалғаныма шүкірлік етем. Бұл сынақ, ұлыңыздың ашуы басылғанда хабарласар, деді. Сонда мен қай жерден қателік жасадым? Неге ұлым мені жек көріп кетті? Әкесін қай уақытта тауып алған? Сол әкесі жамандап жүрме, деп Гүлжан апай бетіме бедірейіп қарады. Сіз расымен ұлыңызды жақсы білмейді екенсіз, дедім. Қалай сонда? Әпке, сізге керемет келін беріпті. Сол келін сіздерді қоспаса, сіз оңайлықпен бас имейсіз. Сіз өкпелісіз. Ұлыңыздың әкесін тауып алғанына қарсысыз. Ер балаға әрдайым әке керек. Ол кішкене кезінен өзінің әкесіне керек екенін көріп сезіп өсті. Өскен соң тауып жолығып тіл табысып кетті. Ал сіз әлі сол менікі дұрыс деген пиғылмен жүрсіз. Ренжімеңіз әрине. Бірақ сіздікі дұрыс емес, дедім. Дұрыс емес екенін білем, қалай түзеймін? Ұрпағыңызды іздеңіз, кешірім сұрай біліңіз. Кешірім, деп орнынан тұрып есікке беттеді. Дастархан әзірлеп үйге шақырыңыз. Ұлыңызды жеткізген керемет ана болдыңыз, ол рас, бірақ үлкен қате жібердіңіз, дедім. Сәл бөгеліп тұрды да үндемей шығып кетті. Артынан қарап тұрмын. Кассаға барып ақшасын төледі де қақиған күйі шығып кетті. Сол күннен кейін Гүлжан Дәулетқызы келмеді. Мен сол кезде біреуге ақыл айтар жаста емес едім. Жаңа 40-қа таяған шағым болатын. Отбасы құрғаныма 15-16 жыл болса да, өзімде сол отбасылық өмірдің ыстығына күйіп, суығына тоңып жүргем. Маған біреу ақыл айтса ғой деп жүрген кезім еді. Айтар ақылым орынсыз болды ма? Сол кешірім сұра деген дұрыс болмады ма? Қателігін неге бетіне бастым екен? Сол кезде сәл ақылдырақ болғанымда басқа кеңес айтар ма едім, деп күні бүгінге дейін ойлағам. Осы уақытта Гүлжан Дәулетқызы қалай болды екен? Ұлымен татуласым екен деп жиі есіме алатынмын. Арада 9 жыл өтіпті. Фейсбуктен менің жазғандарымды оқып, парақшама кіріп, мен екенімді танып жекеме Гүлжан апай шыққанда таң қалдым. Сіңлім, жаста болсаң маған сол күні орынды ақыл айттың. Мен үйіме жеткенше долдандым. Ашуым басылғандай болды, сенің сөздерің құлағымнан кетпей қойды. Сосын тоңазытқышты ашып, азық-түлікті қарадым, дүкенге жүгірдім. Керек жарақты толтырып әкеліп, келініме қоңырау шалдым. Алтыным, ертеңге келіп ас жеп кетіңдерші. Менің қырсық ұлыма айтшы. Немерелерімді қатты сағындым. Бір әкеліп көрсетші, бірге тұр деп қинамаймын, дедім. Келінім өте ақылды жан екен.
Мама, біз бәріміз бірге барамыз, деді. Ертеңіне мен қуанып дастархан жайдым. Есіктің қоңырауы соғылғанда толқып әрең аштым. Ұлым, келінім, екі немерем және танымайтын келіншек тұр. Қуана қарсы алдым. Қонақтарды өткізіп есікті жабуға бекінсем, күйеуім тұр. Селк ете қалдым. Ұлым бұрылып қарады, сасқанынан. Қош келдің, дедім. Мама, қазір інім әйелімен қарындасым келеді. Мына кісі менің інімнің анасы, дегенде шалқамнан түсе жаздадым. Бетім от болып жанып, есім шықты. Дастархан басына жайғастық. Келінім өзі қызмет жасап жүгіріп кетті. Екі немерем де сағынып қалыпты. Аймалап естері шықты. Гүлжан, ортамызда ортақ ұлымыз бар. Шама келсе, аман сәлеміміз дұрыс болып балалар аралассын. Көп жыл маңдайымызға жазғанды көрдік. Қателік жасадық. Енді ұрпағымызды жетімсіретпейікші. Мен мазаңды алмаймын, талап та қоймаймын. Тек ұлымның меселін қайтармашы, деді ұлымның әкесі. Сол күні балаларым қасымда қалды. Сен айтпақшы, маған Құдайым керемет келін беріпті. Сол келінім менің де ұлымның да қас-қабағына қарап, екеумізді де ақылмен орнымызға қойып, қазір 3 ұл 2 қыздың анасы болды. Ұл қыз егіз, сосын бір ұл артынан егіз ұл қыз. Мен де қылтың-сылтыңды қойдым. Сол тірлігімен жұмысымды жасап жүрдім. Міне 2 жыл болды, келініме жұмысымды өткіздім. Немерелерімді қарап, құда жекжатпан араласып жүрмін, деді ағынан жарылып. Байқаған боларсыздар, кейіпкердің өтініші бойынша есімдері жазылмады. Гүлжан Дәулетқызы да ойдан алынған есім. Ал Шаштараз ол мен, Жеңіскүлмін. Қадірлі тыңдарман, егер сіздерге әңгіме ұнаса, каналға тіркеліп, лүпіл басып, комментарий жаза кетіңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Келесі кездескенше, достар.